мен сіздің бизнес басқаруға келу себебі деймін ба, 11-не өткенде бізде мастер-класс болды осы ағымның алдында. 10-на хабарландыру керек телефонына. Енді телефон қашан алғанын білмеймін, енді жалпы әліге шейін білмеймін. Сіздегі Исламбек сол хабарласты, осындай келіңіз, осындай бір тірлікті бастап бітіре алмай жатсаңыз, осындай жетістікке жете алмай жатсаңыз, анау біраз әңгімелер айттым жаңағыдай. Сөйтіп бізге керек нәрсеге ғой деймін, өзім ойлаймын, бірақ әркімнің ойында бір жүрген нәрсе болу керек деп. Сөйтіп несі бар, қатысып көрейін, ары қарай көре жатармыз деп. Енді сол ниеттің арқасында міне осындай ағымға ие болдық, осындай кураторларға ие болдық, осындай бір жақсы себептерге, осындай бір командамен жүздесіп, кездесіп, міне нақты бір кәдімгі қыз жігіттер айтып отыр ғой, отбасы сияқты болып бірігіп кеттік бәріміз деп. Ол үлкен тірлік енді. Бірақ өзім ойлаймын енді негізінде, анау кейде отбасында айта алмайтын нәрселерді айтасың ғой. Кей балдарың түсінбей қалады, басқалар түсінбей қалады, туған туысқан. Ал мына жерде бәрінің ой өрісі, мына ойлаған ниеттері бәрі бір болған екен, бірі сен түсініп кетесің. Аурасы өте тамаша. Мына Әлияның басқарған командасының өзі енді сондай таза. Жоқ, расында енді өзіміз коллективте істеп жатырмыз ғой, мен негізгі жұмысымды тастаған жоқпын, мысалы үшін, сол жақта істеп жатырмыз, басқа жерде кездесеміз, туысқан арасында, ол әр жерде бір өзінде бір қоғам болған екен, ол біте қайнасып кетесің де, ана жақта мына жақта ешкім тастай алмайсың, былай араласып жүре бересің. Жаңағы қанды қалпақ кисе де қиыспай туысқан дейді ғой, ол бәрібір сол қандай жаман болса да, ол бәрі туысқан болып қалады. Өйткені қаны бір. Сол сияқты нәрседе араласасың бәрібір. Сол сияқты нәрсе. Сондықтан бұл мына қоғамның осындай ерекше болғаны, ойлаймын, о бастағы сіздің таза ниетіңіз деп ойлаймын. Ағайын таза ниеті бүкіл Қазақстанға тарап, жаңа вирус құсап, тарап бәрін жаңағыдай қамтып жатыр да. Сол Құдайға шүкір. Өзіміздің өзгергеніміз енді бұрын әшейін 15-20 минутта зарядка жасайтынбыз. Ал сіздің осы ағымға қатысқаннан кейін барып, міндетті түрде жүгіретін болдық. Сол жүгірудің арқасында бір-екі апта жүгіргеннен кейін тауға бардық, сол биікке барып бағындырдық сол биікті. Аллаға шүкір. Иә, қиналмай, Құдайға шүкір енді. Жасымыз енді 60-ға жақындап қалды, бірақ дегенмен жаңағыдай сіздің аяғыңызды алып қалдық. Дегенмен мына жастардан қалмай, сол әжептәуір жерге жаңағы пәлен жерге барасыңдар деген жерден барып қайттық. Енді тамаша енді ол жаңағы неформальный обстановке, именно сондай жағдайда жаңағыдай қоғам бірігеді, қалыптасады, болашаққа жаңағыдай жоспар құрады. Көп нәрселер болып жатыр, жақсы нәрселер. Құрметті көрермен, мен үшін ең үлкен бақыт бұл білгеніммен бөлісу. Осы мақсатта өзімнің жеке каналымды ашқан болатынмын. Егерде сізге қажетті ақпараттар, танымал жандармен сұхбат, кәсіпкерлер өз күнін қалай өткізеді, осы және де өзге қызықты видеолар көргіңіз келсе, Нұрсила каналына тіркелуді ұмытпаңыздар. Нұрсила каналына төменгі сілтеме арқылы өте аласыз. Енді өзім салам жайында айтпақшымын. Орыс тілі болғанда корректировка. Жаңа кеше сіз айтып жатсыз ғой, жаңа кітап оқығаннан деп. Корректировканың өзін қойсын, көп адам корректировка не екенін түсінбейді. Сосын кейде бір тақырыптарда неде офер жазған кезде исправление ошибок деп кәдімгідей напрямую жазамын. Сосын бір жерге шорқақсың ба деп жазайын десем, қазақ балдар айтады, апай, олар түсінбейді шорқақ деген нәрсені. Сендер қазақ класын оқымасың ба, қалай сендер шорқақ деген сөзді түсінбейсіңдер деп ғой. Орысшалап жасап, қазір орыс қауымының да жаңағыдай жастарында өте білімдері саяз да, бәрін деп айтпай қой енді, бірақ саяз действительно. Анау енді сообщенияларды қате жазады, білмеймін, жаңа салам сол болған екен ба, кішкентайынан жаңағыдай қателер көзіме түсіп тұрады. Енді қазақшасы болсын, орысшасы болсын. Соны енді мен енді ішіне набор тексті енді қазір жаңа өзің айтып отырсыз ғой, бір жерден барлық услуганы алғысы келеді жұрттар. Набор тексті жаңа перевод бар, орысшадан қазақша, қазақшадан орысшаға. Енді оферді орысша жазу, хабарымды беріп көрдік қой. Соны и набирайте дейді. Біреу кәдімгідей юридический договор жасап беріңіз деп келдік. Біреу маған просто мінездеме жазып беріңіз деп. Енді оның бағына қарай бір не компания болды, жақсы тамаша болды енді ол. Жалпы айтайын дегенім, енді перевод енді көбірек уақыт алады ғой, бір текст, определенный там шрифт, туда-сюда, анау-мынау. А корректировка енді проще, конечно, там көзбен жүгіртіп өтесің да, қателер несін жөндеп, қайтып жібере саласың электронкамен. Соны енді анаған оны істей аламын, бірақ көбірек уақыт алады да, көбірек уақыт алады. Сондықтан соны алған дұрыс па, или мен жаңағыдай именно корректировка жаңағыдай исправление ошибок болатын болса, именно соны ғана дамытып, енді бүгін Шымкентке қойса хабарландырды, енді бүкіл Қазақстанға қойып па, сол мәселе да. Ең бастысы пайда жақсы табу үшін маржасы жақсы болуы тиіс. Маржа деген пайдасы. Пайда жақсы болып, бір клиенттен қалатын пайда. П-на-ны бар ғой, біз қарапайым ғана нәрсе, бірақ көбіміз соны кәсіп жасаған ұмытып кетесің. П деген бір клиенттен қалатын пайда, С деген сатылым саны, сан жаққа миллион теңге қою керек, миллион теңге хотя бы. Сондай қазір
бір клиенттен қалатын пайда жаңағы корректировкадан қанша қалады? енді шамалы. 300 Енді теңге. оны корректировка әшейін исправление дейді да бір, иә. Мың теңгеден қалады, 1000 теңгеден қалады. 1000 теңге. Енді сіз миллион теңге табу үшін сіз 1000 клиентпен жұмыс істеуіңіз керек. Өте қиын ғой. Сондықтан маржаны үлкенірек жасау керек. Маржа үлкенірек бір клиенттен кемінде 3000 теңге, 5000 теңге, 10000 теңге қалатындай ойластыру керек. Мен сіздің орныңызда болсам, бәрібір сіз осы әдебиет жағында жүргеннен кейін, тіл маманы болғаннан кейін, сіз жақсы офер жазып, жақсы сценарий жазып, жазу жағын тез дамыта аласыз деп ойлаймын. Қазір видео түсіру бізді ақсап тұр, бірақ видео түбі бірінші орын. Түбі YouTube каналын мен тапсырма бердім ғой, YouTube каналын дамыту керек. Инстаграм кезінде көптердің қайсыларында 100 000 подписчик бар Инстаграмда. Упустили. Кезінде Инстаграмға бір әшейін бір баланың ойын деп қарадық. Мен де баланың ойын деп қарадым. Менде қазір кемінде 2 миллион подписчик болуға тиіс еді. Ол байлық. Подписчик деген үлкен байлық. Түбі YouTube, кімде YouTube'те подписчик көп, сол король, сол. Сондықтан ал YouTube'ты құрғанын жүргіземіз, YouTube'ға жақсы сценарий керек. Жақсы видеолар түсіру үшін негізі. Түбі видео бірінші орынға шығады. Енді видеоның 80% жазылған сценарий. Мына түсіруді екінің бірі түсіреді, камера бәрінде бар. Сценарий, сонда сізге жақсы сценарий жазып, клиент шақырылатын сценарий жазып беру керек. Сол кезде бір клиенттен 25, 30, 50 мың теңгеден ақша аласыз. Анау ұсақ түйек. Ұсақ түйек тек қана оптым жасау керек. Ұсақ түйек болса, оны сіз бір программа жасайтын болса, егер жаңа ұсақ түйек бірдеңе сатсаңыз, кеше пластмассады сатамын дегенде, ол тек қана оптым сату керек. Бір клиентке кемінде 20 сататын болса, содан 700 теңгеден қалатын болса, 14 000 теңге ақша қалады да. Сөйтіп қана жасау керек. Өзіңіз ойланыңыз енді, мен қандай нәрсе істесем маржинальный болады. Менің айтатын кеңесім сценарий жазып, үйрену, вообще рекламасын толық жасап беру. Сауаттығы, еще сауаттымен қоса креативный. Креатив жағын, творческое мышление жағын дамыту керексіз.